Ассалаумағалейкум, қайсыздар, қайырлы кеш. Сторисқа шығатын мүлдем уақыт болатын жоқ. Негізі уақыт бар, кеш айтайын, оны жасырату жоқ. Алып түсіретіндей возможность болмай жатыр да, в общем. Әлі роддомдамыз. Алла бұйыртып. Мен нақты білмеймін қашан. Выписка қашан болады. Сол өзімізді күтіп жүріп. Қазір Диана екеумізге тамақ заказы бергенбіз. Күтіп оқып Негізі деген мен бұндай отзывтармен жиі бөлісе бермеймін да, сұрақ қоямын да, одан кейін жауап беруді ұмытып кететін адамдардың қатарынамын ғой. Тем более отзывты салмайтын адам енді бүгін салайшы дедім. Енді көбісі ойлайды ғой, ой, бұл реклама ғой, рекламаға істейді, бұлар сол үшін деп. Жоқ, енді менің дәл қазір өзімнің сестрамнан отзыв келіп тұрғасын сіздермен бөліскім келіп тұр. Алдын биохаяттың міне сізге көрсетейінші прополисін айтқан болатын, балаларға арналған. Бұл деген енді мықты өнімнің өнімі, балаға прям қажетті нәрселердің барлығы бар ішінде. Осы өнімді мен айтқаннан кейін скидкамен алып үлгеріп баласына беріп көрген, кәдімгідей результатын көрген соң маған жазып отыр енді. Тағы да ала аламыз ба деп, қасындағы адамдар да, подругалар да сұрап жатыр екен. Достар, сіздерді қуанту әлі де жалғасуда. Менің соңғы постымдағы ақшаны ұстап алып, ақша ұтып алыңыздар. Бізде мына жақта отырыс болып жатыр, бірақ сонда да сіздерді ұмытпаймын. Кішкене болып қалдым, осыны мән бермеңіздер. Тез үлгеріп қалыңыздар. Менің бар жоғы 123 досыма тіркелсеңіздер болды. Анна, не бедейсіз бей, жан, давай. Не бедейсіз бей. Давай, әкетеді ғой, көрдіңіздер ма? Бұл жерде түр кету керек қой, түр түсіріп адам жақын ал. Ебе дейсіз бейі. Бұдан зорқ беріп берік, негіз қазір сызылып белеу. Ең бәрімізді қырып атыр, ана қыз аяқта кесін кәді өлтіріп. Қайырлы кеш достар, қалайсыздар? Кеше сарғаш тойымыз атаға абыроймен атқарып, үйге келіп, ем алып, тағы да бүгінгі кешкі заказымызға келдік. Бүгін бір кішігірім мини қуаныш болып жатыр. Адам санына қарайтып атқаным, адақта бір адамның үлкен қуанышы. Әзірге де ұлда сымбатты керемет ханымның туған күні, 29 жас. Осындай жерде болғалы жатыр. Сәттілік тілеп қойыңыздар. Бүгін 96-лар, 29 жасқа келіп отқан 96-лар тойлататын боламыз, бір чулақ